Сәлем, бүгін сіздермен бірге таңдау YouTube арнасы. Бүгін бізде ерекше қонақ проферонтолог маманмен сұхбат болады. Бізде бүгін проферонтолог маман Меруерт Байленова. Мирас жеке мектебінде профориентолог болып жұмыс жасадым. Жыл сайын оқушыларға өз мамандығын таңдауға көмектесеміз. Грант ОБТ-дан алған балдарына қарай грантқа түсуге болатын мамандықтарына анализ жасауға көмектесеміз. Негізінде көп адамның түсінігінде проферонтолог маман дегеніміз ол тест өткізетін мамандар деген түсінік бар. Яғни сіз өзіңіздің мамандығыңызды жалпы сипаттап кетсеңіз. Тест міндетті түрде алынады, өйткені баланың табиғатын, психотипін анықтау керек. Бізде ең бірінші менің жұмыс істеу тәсілімде ең бірінші баланың өзімен сөйлесем, көбіне сұхбат түрінде, ең бірінші кездесуіміз сұхбат түрінде болады, сосын тесттерді береміз. Сол тест нәтижесі баламен сұхбаттасқан кезде баланың психотипін егер толық растап тұратын болса, онда сұхбатты да ары қарай жалғастырамыз. Екінші кездесуде көбіне мак карталар пайдаланам, нейрографика тәсілдерін пайдаланам. Ол жерде балалардың психотипімен қатар, егер өзінің сұхбат алған кездегі мен анықтаған психотип бойынша тесттің нәтижесі сәйкес келмейтін болса, онда қосымша тағы да тесттер алуымыз, тағы да сұхбат жүргізуіміз мүмкін. Және де көбіне нейрографиканың нәтижесінде баланың отбасындағы жағдайы, адамдармен қарым-қатынасы, достарымен қарым-қатынасы барлығы анықталып жатады. Баланың өзімен нейрографикада өзіме көрініп тұрған психологиялық тәсілдер ғой, енді сол қандай өзіме көрініп тұрған айқын мәселелер бойынша балаға қосымша сұрақтар қоям. Көбіне сол кезде уже баланың мамандық таңдауына кімнің әсері бар, өз таңдауы, өз несімен, өз қалауымен таңдап отырма мамандықта жоқ, әлі де ойланып жүрма, соның барлығы анықталады. Демек, ол мамандық таңдау дегеніміз ол ішке үңілу процесі, иә? Иә, міндетті түрде ішке үңілу. Егер мамандық таңдаған кезде бала өзінің қалауы бойынша таңдамай, өзінің қабілетін, өзінің қызығушылығын есепке алмайтын болса, ол бәрібір біреу таңдап берген мамандықпен ұзақ жұмыс жасамайды. Негізі осы жастар арасында, не болмаса ата-аналар арасында әлі күнге дейін табыс табу үшін заңгер бол, программист бол деген секілді бір түсінік бар. Сіздің маман бойынша ойыңызды сұрасақ, бұл қаншалықты дұрыс? Бұл жерде баланың қабілет, заңгер бол, бұл кезінде сондай енді модный мамандықтар, сәнге айналған мамандықтар болды ғой, заңгер, программист деген. Енді программисттің әлі де сұраныста бар мамандық. Біз көбіне сұраныста бар мамандықтарға HeadHunter'да ашып анализ жасап отырамыз. Ең көп сұраныста түспейтін мамандықтардың бірі осы программист. Енді ол сұраныстан өмір бойы түспеуі де мүмкін, өйткені технология күн сайын дамып келе жатыр. Заңгерге сұраныс аса көп бола қоймаса да, программистке сұраныс түсе қоймайды деп ойлаймын. Және де программист мамандығы жыл өткен сайын түрленіп, жаңа бағытта дамып келе жатыр, әртүрлі технологиялар, әртүрлі тәсілдер қосылып келе жатыр деген сияқты. Қазір енді программисттің қызметтеріне жасанды интеллектті де қосып, басқаша түрлендіріп, бұрынғыдан да көбірек табыс табуға болатын мүмкіндіктер бар. Кей жастарда негізі табыс табу ма, әлде жүрек қалауы ма деген сұрақтар туындап жатады. Яғни көп ақша табам ба, жоқ әлде өзімнің ұнатқан мамандығымен жұмыс істеймін ба деген секілді сұрақтар бар. Негізі маман жайында осы туралы айта кетсеңіз. Егер табыс табуды алдыға қоятын болса, алғашқы уақыттарда табыс табатын, жас кезінде табыс табатын мамандықты таңдасаңыз болады. Бірақ уақыт өте келе, ол мамандық өзіңнің қызығушылығың жоқ болғандықтан, өзіңнің қабілетің жетпейтін болғандықтан, ол мамандықпен мүлде жұмыс істегің келмей кетеді. Адамның табиғаты сондай ғой негізі. Өзіңді қызықтыратын нәрсеге қарай көбірек ұмтыласың да.
ол қызығушылығың кеткен кезде уже ол кәдімгідей депрессияға түсіретін болады. Өзіңді қинап барасың жұмысқа, қинап барғаннан кейін уже сен ол жұмысты өзің андай желаниемен орындамағаннан кейін нәтижесі де дұрыс болмай кетеді. Сен ол жерде уже өзіңнің кішкене неңді мәртебеңді түсіріп аласың. Қызығушылығың кеткеннен кейін уже нәтижесі де жақсы болмайды. Бәрібір адам мықты табысты болу үшін қабілет керек и қызығушылық керек, желание керек. Уақыт өте келе ол бәрібір несін қызығушылығын жоғалтқаннан кейін оның табысы да азаяды. Сондықтан сол қызығушылық азайған кезде уже өзіңнің қосымша қабілетіңді пайдаланып жаңа мамандыққа қарай ауысуыңа болады. Адам өмір бойы бір мамандықпен жүрмейді. Қазір технология енді күннен күнге дамып келе жатыр ғой. Кешегі 6 ай бұрын новый, 1-2 жыл бұрын дейді, копирайтер деген мамандық болды, табысты ай сайын миллионға дейін тапқан мамандық болды. Қазір уже копирайтердің жұмысының көбісін жасанды интеллект ауыстырып келе жатыр. Сол сияқты бір айналдырған 1 жыл, 1,5 жылдың ішінде уже сұраныс азайып келе жатыр. Сол сияқты осындай кезде мамандыққа сұраныс азайған кезде өзің қабілеттеріңді шыңдап, жаңа қабілеттер меңгеріп, сол заманның сұранысына сай жаңа мамандықтар меңгеріп жаңа неге қарай ауысуға болады. Сіз жаңа айта кеттіңіз, бір адам бір мамандықпен өмір бақи өмір сүрмейді, жұмыс жасамайды деп. Сонда бір адам бірнеше мамандықты меңгере алады, менің түсінігім бойынша, иә? Ал мысалға ол мамандықты меңгеру үшін, яғни адам өзінің қабілеттерін біле кету керек. Сонда бір адам бірнеше рет жаңағы профориентологиялық тестті өтіп, қандай жаса болса да, сонда мамандығын ауыстыра алады. Өзінің қабілетін білетін бала өмір бойы шыңдап отыру керек болады да. Жаңадан табысты болу үшін ең қажетті қабілеттердің бірі болып саналады жаңа нәрсені үйренуге ашық болу. Жаңадан новый технология енгізілсе, например, сол технологияны меңгеруге дайын болу. Бұл маған керек емес, мен осы мамандықта да мықты табысты болып жүрмін емес, жаңа келген технологияны қабылдап, соны үйренуге ұмтылу. Кезінде компьютер енгізілген кезде мен өзім баспада ұзақ жыл жұмыс жасадым. Сол кезде компьютерді редакторлар ол кезде қолмен жазатынбыз. Кейіннен компьютер келген кезде алғашқылардың бірі болып компьютерді біз үйрендік. Компьютер білмейтін мамандар біздерге келіп өтініш жасап, мынаны тертпеш деген сияқты сондай жүретін де, енді олар компьютер үйренгісі келген жоқ, например. Сосын әртүрлі сылтаулар айта бастады. Біреулер айтты, көзімнен аллергия бар, тағы басқа да түрлі сылтаулар айтты. Ең соңында ол кісілер жұмыстан кетуге мәжбүр болды. Өйткені жаңадан келген технологияны меңгергісі келген жоқ. Сондықтан жаңа нәрсеге всегда ашық болу, ол сенің табысыңды арттырады біріншіден, и сұраныстағы маман боласың. Біздің сұхбат аяқталды. Сіздерге пайдалы болды деген үміттеміз. Біздің каналымызға тіркеліп, жазылып кетіңіз және пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды.